Біздің ауданымызда қол өнерінің көрмесі болып жатыр. Мен оған өзімнің барлық істерімді алып келдім. Басқа ауылдан да керемет тамаша қол өнерші адамдардың жиналған екен. Осыны сіздер де тамашалай отырыңыздар. Қазақтың өнері деген бұл енді кереметтей ғажап өнер ғой, қол өнері. Қаншама ер тұрман, күміс белбеулер. Міне біздің әжелеріміз қандай керемет әнін айтып, дастарханын жайып да отыр. Керемет әдемі өнерлері бар ортаға салып жатыр. Мұнда мынандай жастықша бетін тоқымағыменен әрлеп қойыпты. Міне қандай керемет әдемі. Түскейіз. Орыстармен ұрысып жүрген. Міне менің ісім. Сәлей қамылай алмайсың ба? Шүкір Аллаға, ақырындап келіп мыналарды түсіріп жүрмін. Міне қазақтың түс кигізі. Менің киімдерім, әкіп келген көрмеге. Мынау киімдер, қазақ киімдер. Жаулық. Осының барлығын қолмен кестеледік, тіктік. Керемет өнер. Бұл жерде кішкентай баланың мәсісі қолдан тіккен. Өте әдемі. Міне қазақтың қол өнеріне жететін өнер бар ма деп мақтанып қояйын. Міне біздің басқа ауылдардан да келіп өнерін ортаға салып жатыр. Міне жерде киіз үйіміз тұр. Түйеміз жүгартып бара жатқан кеселері. Осындай көрме өтіп жатыр. Сіздер де қосып тамашалап отырыңыздар. Міне құрақтың неше түрі бар. Қандай әдемі құрақ. Міне жерде столдың арқалықты орындықтарға тігілген кесте. Бұл қол кесте бізбен тігілген. Қол кесте, қармақ біз деп айтады. Сонымен тігілген кесте. Мен сіздерге бұның қалай тігілетінін кейінгі видео сабағында көрсететін боламын. Бұл керемет әдемі, қандай тамаша. Қараңыздар. Бұнда текемет сырмақ. Сырмақтың оюлары гүлмен көмкерілген. Бұның да қалай тігілетін, ойылатынын келесі видео сабақтарымнан сіздерге жеке-жеке көрсететін боламын.